Біз аттың ас қорыту жүйесімен танысамыз. Асты қорыту оны шайнаудан басталады. Жылқының асты шайнауы өте маңызды. Себебі жылқыда өт болмағандықтан, оған асты толықтай қаншалықты шамасы келгенше ұсатып майдалап бөлуі керек. Асты шайнап ұсатқаннан кейін, ол ас жолы арқылы асқазанға түседі. Мына жерде ас жолы арқылы асқазанға астың өтуін көре аласыздар. Асқазанда үгітілген ас өте қышқыл асқазан төріне түседі. Онда ол толықтай жібітіліп ериді. Ол сұйықтыққа айналып аш шекке жылжиды. Жылқының аш шегі өте ұзын болып келеді. Оның ұзындығы 21 плюс-минус 3 метр болып келеді. Ас осы шекпен 45 минут шамасында жылжиды. Және негізгі астың қорытылуы мен оның ағзаға енуі осында жүзеге асады. Көмірсулардың қорытылуына келетін болсақ, мына жердегі сары түс ол глюкоза, ал жасыл крахмал. Глюкоза мен крахмал ұйқы безінен бөлінетін ас қорыту гормондары панкреатин арқылы өте ұсақ молекулаға дейін капиллярларға ене алатындай ұсатылып ыдырайды. Сосын олар әрбір ішектің сыртында орналасқан ішек бүрлері арқылы тамырға, капиллярларға өтіп, қан жүйесіне енеді. Мына жерде глюкозаның қан арқылы жылжуын байқауға болады. Глюкоза осы жерде толықтай ыдырап, ағзаға енсе, крахмал шамалы ыдырап, ары қарай ас қорыту жүйесімен жылжи береді. Майдың қорытылуына келетін болсақ, ол өте күрделі. Ол сумен әрекеттеспейтін болғандықтан, және басында айтып кеткендей жылқыда майды қорытатын өт болмайды. Оның қорытылуы басқа заттарға қарағанда өзгеше болып келеді. Өттің орнына майды қоздыратын қышқыл тұздар оны ұйқы бездің гормондары ыдырата алатындай жағдайға жеткізіп береді. Сосын ұйқы без гормондары майды ұсақ липидтерге ыдыратып, соңында ол бүрлер арқылы капиллярға бөлініп, ағзаның жылуын қамтамасыз ететіндей отынға немесе қор ретінде сақталатын энергия көзі болады. Аш шекте протеиннің қорытылуы. Ал енді протеиннің қорытылуына келетін болсақ, оның қорытылуы сол баяғы аш шекте басталады. Оны бағанағы глюкоза мен крахмалды ыдыратқандай гормондар келіп, өте ұсақ молекула тектес бөліктерге бөліп, ақырында қанға енуіне себепші болады. Тоқ ішек. Тоқ ішекте астың қорытылуы өте ерекше жолмен өтеді. Ондағы толықтай қорытылмаған крахмал бөліктері мен
басқа да ас элементтері сол ішектегі көптеген бактериялар мен микробтар арқылы ғана ыдырайды. Олар жаңағы заттарды толықтай ыдыратып, қанға енуіне әрекеттеседі. Ас қорытудың соңы. Соңында сумен араласқан, қажеті жоқ немесе барлық қажетті заттары сіңірілген, керегі жоқ заттар ішектің бұлшық еттері арқылы өзіне тән формасына айналып, домаланып, сыртқа нәжіс түрінде шығады.